Шаңырақтың киесі мен иесі. Несібелі Қарашалдың қартайғанда көрген кенже ұлының келіншегі. Қалалық телестудияда істейді. Мінезі қызбалау болғанымен, ар жағында зілі жоқ. Жүрегі таза жан. Әсіресе сонау бір жылғы сұмдық соғысқа тұңғыш ұлымен қатар аттанып, қан майданнан жалғыз оралған атасы дегенде шығарда жаны басқа. Қыздай қосылған кемпірі келместің кемесіне мініп кеткелі, жетім баладай жаутаңдап, бала шағаның қас қабағына қарап қалған қария да келініне риза. Риза болмағанда атасының сақал шашын мұнтаздай ғып бастырып, ақ шатырдай ғып жуындырып киіндіріп қояды. Кенжеш жұмысына, екі баласы сабағына кетіп, абыр-сабыр басылып, үйдің іші саябырсыған соң, атасы екеуі үл-піл деген ыстық бауырсақ жеп, сүт қатқан қою шайды сыздата отырып, өткен-кеткенді сөз қылады. Соңғы күндері тентектен тез қабар демекші, не ойласа да ішіне кек сақтамайтын бала мінезді ақ жарқын келіншектің қабағы келіспей жүр. Қанша сездіргісі келмесе де, сезімтал қария бала мен келін арасынан бір қара мысықтың жүгіріп өткенін аңғарады. Өздері тіс жарып, ештеңе демегенсің. Сақалды басымен араларына кіріскендей болармын. Ерлі зайыптының арасына есі кеткен түседі деп, бұл да үнсіз қалған. Бірде баласы мен келіні қызметте жүрген кезде үйге телефон шалып, пәтерлеріңіз нешінші қабатта, үйлеріңіздің маңайында мектеп бар ма? 2 бөлмелі бір пәтер, оның үстіне пәлен теңге ақша берсек, айыр бастайсыздар ма? Әлде міндетті түрде 1 бөлмелі, және 2 бөлмелі 2 пәтер керек пе сіздерге деп, сұраушылар жиілеп кетті. Ата түкке түсінсе бермасын. Адасып түскен қоңырау шығар деп алғашында өзін жұбатқанымен, Алладан үрім бұтағының амандығын ғана тілеп, осы өміріне мың шүкіршілік қылып отырған тілеуқор қарттың көңілін күдік құрты күн сайын кеміре бастады. Құдай-ау, бұларға не жетпейді? Екеуі де елдің алдына шығып кетпегенімен, жуан ортада халық қатарлық қызмет істеп жүр. Қаланың қақ ортасында 3 бөлмелі кең пәтерден адам жанына керектің бәрі табылады. Дүние мүлікке де, жеңіл көлікке де мұқтаж емес. Жоқ жерден үйді бөлетін дене бастарына күн туды. Салмағы зіл батпан, жауабы жоқ мың сан ой, құмырсқадай өріп, өрмекші торындай шармап, уайым деп аталатын түпсіз тұңғиықтың иіріміне қалай тартып бара жатқанын өзі де сезбей қалды. Осындайда кемпір марқұм болса, қанша дегенмен әйел мен әйелше сырласар еді ғой. Беу дүние-ай. Түн ортасында ұйқысы шайдай ашылып, дөңбекшіп жата алмаған ақсақал. Қарсы керуетте шашы кірпінің түгіндей қап-қатты, өзі тыриған арық, қара сирақ немересінің қасына барып, төбесінен иіскеді. Еті қашқан қу сүйек алақанымен арқасынан сипады. Беймезгіл уақыт болса да, сіріңке қарасы ояу екен. Ойын баланың да жанын, мүжіген сары уайым ұйқысын ұрлаған секілді. Ата, сіз кіммен кетесіз? Папаммен бе? Бізбен бе демесі бар ма? Жаны ышқынып, жүрегі тітіркеніп кетті. Керең болғыр құлағын естіп тұр. Ей балам, не деп ұйқысырап жатсың деуге ғана тілі келді. Жоқ ата, рас айтам. Папам мен мамам ажырасқалы жатыр ғой. Сізді уайымдап, мамамның басы қатып жүр. Қартайғанда көрген жалғыз ұлынан айрылмайды ғой деп, шал шошып кетті. Қой жаным, қайдағы жоқты айтпа. Ата, папам өткенде Астанаға барғанда мүгедек баласы бар, күйеуі жоқ бір әйелмен танысыпты. Біреудің жаман үйін жалдап тұрады екен. Ауру баланы бағу, әрі қызмет істеу оның жалғыз өзіне сондай қиын көрінеді. Ей, оны сен қайдан білесің? Ата, өткенде папам аздап сыра ішіп келіп, сен түсінігі бар баласың ғой. Мен сенің мамаңды сүйемін. Бірақ одан гөрі ана жақтағы әйелге сондай керекпін.
Ол байқұс маған өлердей ғашық, деп маған бар сырында шынында айтқан, деді көкірек жара күрсінген қара бала. Аңтарылып отырып қалған қария ұшымтылып барып орнынан тұрды да сүйретіле орнына кеп жатты. Күндегідей таңғы шайына тұра алмады. Бәйек боп қасына таянған келіннің жүдеу өңіне, мұң ұялаған жанарына байыптап қараған ол, қанша уақыттан бері іште тыншыққан сөздерін ыстай алмады. Шақыр ана мырқымбайыңды, әкең өлгелі жатыр деп айт, жұмысына соқ телефон, деді қатқылдап бұйрығынмен. Келін боп түскелі атасының зілдене сөйлегенін тұңғыш рет көруі. Несібелі қобалжып, асып-сасып абдырап кетті. Ата, дәрігер шақыртайын қазір деп, ол кісі тап қазір өліп бара жатқандай нөлтірейді тере бастағанда, кенжестің өзі үйге келе қалмасы бар ма? Ой, біздің бұл үйлер кезінде капитальный салынған мықты үйлер ғой. Мызғымай әлі 100 жыл тұрады, деген даусын естіп қуанып кетті. Кіре берісте үй көре келген біреуге сөйлеп жатыр екен. Ойпырмай, дәл келдің ау, атам ауырып қап сені шақырып жатыр, деді. Сап-сау еді ғой. Табан астында оған не боп қалды? Жау жағадан алғанда бөрі етектен алады деген осы болды ау. Қашан көшіріп әкетесің деп, анау да ана жақтан күнде звондап жатыр, деп күйіне сөйлеп түпкі бөлмеге ене бергенде, кенжештің көзінің оты жарқ ете қалды. Қара шалдың қанша жыл сергеткен қара таяғы қабырғаға сарт етті. Айдың күннің аманында, қасиетті қара шаңырағым қақ бөлінгенше, сенің ақмақ басың қақ жарылсын, деді қаһарлы үнмен. Шекесінен саулаған алқызыл қан кенжештің бетін жуып кетті. Күйеуін аяп, жүрегі нәзік несібелі жылап жіберді. Нәрсіз бастан теріс қарап жатқан қырсық шал таңға жуық орнынан тұрды. Қанша дегенмен, оқ пен оттың ортасынан оралған соң өмірге келген ол еді ғой. Өртенге шыққан көктей өріп, жел күнге тигізбей еркін өсірген өзі, жалғыз ұлының тұщы етіне тұңғыш рет тиген ащы таяқ, ашу үстінде қате тиіп көзін шығарып жіберген жоқ па дегенде қаупі зор. Ақыры қария ұятты бұлай қойып, баласы мен келінінің бөлмесіне басын сұққан. Шекесін ақ дәкемен байлаған кенжеш келіншегінің білегіне басын қойып, қанмен қаперсіз бейқам ұйықтап жатыр екен. Жазушы Зария Жұмабекованың әңгімесі. Бұл әңгімеден ұққаным, әкесінің қара таяғы баласының нәпсісін қашырып, тәубасына түсірген екен. Отбасының берекесі мен ынтымағын ойлайтын қарияларымыз аман болсын.